жылдан бастап елімізде 25 мамыр күнін мектеп бітіру шараларынан алып тастау мүмкін. Себебі жаңадан қосылып жатқан мереке далбайоптар күні тура осы датаға үлкен үміткер дейді мамандар. Мамандар жаңадан қосылып жатқан далбайоптар күнін белгілей алмай жүргеніне жылдың 5-і өткен айтады. Осыған орай сипатымен сұқты келіп тұрған 25 мамыр мектеп бітіру күнін алып тастасақ па дейді. Мамандар жіберді, мен сендерге айтайын, любой нәрсені таксистерден сұраңдаршы, біз білеміз ғой бәрін, екі праздникті қосып жіберу керек. Мысалы, мектеп бітірушілер қуанып жүреді. Қайдан білсін ол? Нағыз Маңыраудың алда күтіп тұрған. Одан поққа қажеті жоқ, джиптерін жалдайды, одан сіздікке тойып алып төбелеседі, одан жылайды. Қайдан білсін ол қасастар 2-3 жылда көтін қысып кететін. Өзім мектеп бітіргенде киген рубашкамды свадьбада кидім. Одан біраз жыл тойларға киіп жүрдім. Одан қатын беліне ремень тағып мода қылып киді. Одан балам пішірген кезде киді. Одан стройкаға кидік. Сосын барып тастадық қой, қатын трәп қылып, соңында сөйтіп барып тастадық. Мыналарына кеше әке-шешесі өлейін деп алып берген рубашкасын маркермен жазып тастайды. Я заңға қарамайды, запретке қарамайды. Сет чотам деп жүр. Осының бәрін істейтін адам таза қойып та, сол үшін екеуін қосып бір праздник қылып жіберу керек қой. 25 май болса усиление за. Неше түрлі далбайоптар кортежге шығады, аварияға түседі, төбелеседі, басынан ескертіп жатырмыз. Қамасаң тағы жылайды. Жалпы мен екі мейрамның болғанына қарсымын. Адам сияқты тойлай алмайды. Неше түрлі оқыс оқиғалар болып жатса да тоқтауға тоқтамайтын тоқырбастар елді алаңдатып отыр. Бұл мәселе алдағы уақытта шешімін табады ма жоқ па? Хуй знает. Марина Мектепова, Карина Көтібақова, ПТК арнасы.